Сәлем достар, бүгін сіздермен ағылшын сабағын өтеміз. Ағылшын сабағын менімен бірге өтіңіздер. Қош келдіңіздер. Welcome students, қош келдіңіздер. Мұқият тыңдайық. Бүгінгі тақырыбымыз сендермен бұйыртса past simple, қарапайым өткен шақ. Бұл қандай да бір іс-әрекеттің белгілі бір уақытта болып және өткен шақта болғанын айтамыз. Өткен шақта бір белгілі бір уақытта болып кеткен әрекет қой. Соны мұқият тыңдап, енді бүгін түсіндіріп өтіп кетемін. Жасалу жолдары етістіктің артына ed жалғайсыздар, ямаса екінші формада етістік. Болымсыз сөйлемді didn't-тан кейін not, одан кейін етістіктің өзі, ал сұрау сөйлемді did-тан бірінші, одан кейін зат есім, одан кейін барып етістік. Мысалға болым сөйлемде зат есімнен кейін сразу етістік ed жалғанған, ямаса екінші формада етістік қоясыздар. I visited, I went, I was. Кез келген етістікті қараңыздар. I visit ed жалғанып тұр, I went бұл жерде екінші формадағы етістік. Ал етістікке ed жалғанған бұны regular verbs деп айтады, дұрыс етістік деп атайды. ed, ed және d жалғанады. Бұл туралы ақпараттарды кеңінен барлық жерде жазылған. Мұқият танысып алсаңыздар болады. Енді қазір уақыттың тапшылығына қарай үлгере алмай отырмын. Және бұл жерде ed жалғанған, ed жалғанған өздерінің ережелері бар. Оны толық ақпарат келесі бір видеоларына салып өтемін. Ал мына жерде екінші формада бұрыс етістіктер, irregular verbs деп айтады. Бұл жерде міне көріп отырсыздар, infinitive, past simple, past participle деп тұр. Және past simple деген қатарындағылы етістіктер, соның бұрыс етістіктерді жаттап аласыздар. Ал енді болымсызда зат есімнен кейін didn't, сосын одан кейін етістік жалғанған. Оған didn't-тан кейін етістіктің простой түрі тұрады. I didn't visit, I didn't go. Етістіктің қарапайым түрін жазасыздар. Жасалу жолдарын қараңыздар. Негативтің зат есім subject бірінші, содан кейін verb позитив болымды сөйлемде, not негатив сөйлем жасалғанда mod flare дегеніміз кәдімгі қарапайым сөйлемдері. Енді қараңдар, I was болымды сөйлем, I wasn't болымсыз сөйлем. Сұрау сөйлемде did бірінші орынға түсіп, subject екінші орынға түсіп, етістік одан кейін жалғанады, простой етістік болады. Did you visit? Did you go? Where you sat? Көрдіңіздер ме? Бірінші did'тен бастаймыз. Мына жерде did I sleep? Did you sleep? Сұраулы сөйлемдер, жауап берген кезде қысқа жауап бересіздер. Yes, I did. No, I didn't. Yes, you did. No, you didn't. Ал thanks for watching. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться отырмасын басыңыз. Рахмет.